Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарманым. Сіздерге кезекті ой саларлық әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Әңгімені бастамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көптен көп рахмет. Қасиет ұлының не айтқанын естігісі келіп құлағын түріп ақ еді, екі құлағы тарс бітеліп қалғандай. Түк естілмейді. Бас айналып көзін жұмды. Жүрегі кеудесіне сыймай барады. Болмайды, шыдауы керек. Қасиет көзін ашып, ортада сөйлеп тұрған баласына қарады. Ол да анасына қарап, тебірене сөйлеп тұр екен. Жымиды. Кенет кең дүние сайрап сала берді. Құлағы ашылған. Ой, жарайсың, азамат, еркін, ананың үмітін ақта айналайын. Ду шапалаққа ауылдастардың қошемет сөзі ілесе шығып жатыр. Түлектер қолдарындағы гүлдерін ұстаздарға табыс еткеннен кейін еркін анасына қарай жүгірді. Бәрі дұрыс па, мама? Өніңіз қуарып кетіпті ғой. Жақсы жаным, жақсы, бәрі жақсы. Тек мына күнді әкең көре алмай кетті-ау құлыным. Жыламашы, мама. Қасиет өзінің ағыл-тегіл жылап тұрғанын, жүзінен сырғыған жас алқасына тырс-тырс тамып жатқанын осы кезде ғана сезді. Жыламаймын, құлыным, жыламаймын. Тек сен аман болшы. Еркін анасын бауырына қысып, басынан иіскеді. 11-ші сыныпты үздік бітірген Гүлмира Хамитқызына куәлігін тапсырамын. Қошеметке соғылған шапалақ жастардың ысқырығына ауыл клубының тозған қабырғасы сөгіліп кетпей, әзер шыдап тұрғандай. Ортаға ұзынша келген талдырмаш қыз ойнай басып шыға келген. Директор қолынан аттестатын алды да көпшілікке қарап тізесін сәл бүгіп тағзым етті. Етегі шұбырған қынама бел көйлегі өзіне жарасып ақ тұр. Оңашалау іргеге сүйініп тұрған еркін күлімсіреді. Гүлмира да көпті көзімен шарлап жүріп бозбаланы тапқан. Оның жанарында бір мұң бардай көрінді. Аттестатын ұстаған күйі еркіннің қасына барды. Құттықтаймын, еркін езу тартты. Өзіңді де құттықтаймын. Аттестатын құтты болсын. Гүлмира еркелеп даусын соза сөйлеген. Рахмет, еркін қалжыңдай кетті. Аттестат тапсыру салтанатын соны би кешіне ұласты. Бала қуанышына жиналған ата-аналар ерекше шабыттана билегендіктен түлектер аса көсіле алмай шетке ығыса берген. Үлкендерден қысылып, жай ырғалып тұрған Гүлмираның жанына еркін келіп, құлағына сыбырлаған. Қыз басын изеді де сыртқа беттеді. Боз бала клубтан шыға бере Гүлмираны жетелеп алды. Екеуі клубтан аулағырақта тұрған қос қайынның түбіне барды. Қай оқуды таңдадың? Тіл маманы болсам ба деген арманым бар. Ал мен биыл ауылда қалатын болдым. Мамам сырқаттанып жүр, деп жігіт төмен қараған. Сен Алматыға кетсең, мен қайтер екенмін. Арқасын қайынға сүйген қыз үндемеді. Жүректер тілдескен тылсым сәт біразға созылған. Таңды қарсы алуға барасың ба? Деп тыныштықты тағы да еркін бұзды. Жоқ, мамам қобалжиды. Гүлмира имене сөйледі. Еркін ақырын оның қолын алып өзіне тартты. Қойшы, қыз бозбаланы кеудесінен итерген. Еркін әнтек қылғына қысылып имене берді. Гүлмира, мен сені қыз саусағымен оның ернін басқан. Тссс, білемін, еркін, білемін. Гүлмира ойды бөлмек болып жылтыр маржандар самсаған аспанға қарады. Жұлдыздарға қарашы, қандай сұлу. Осы мезетте еркін оның бетінен сүйіп алды. Ятай, бетін басқан қыз клубқа қарай жүгіре жөнелген. Еркін қайын жанында состиып қалып қойды. Сайран автовокзалы, ығы-жығы халық, үлкен чемодан сүйреткен анасын сүйрелемей жолға жалғыз шыққан қыз, осынша көптің арасында да жалғызсырап, ілби басып келеді. Аялдамаға жетіп, қағазға бір қарап, автобусқа отырды. Терезеден сыртқа үңілген. Сұлу үйлер, ағылған көлік, фонтандар, сыртқы көрініс қыз көңілін біраз аулаған. Осы кезде мұның аялдамасын қырылдай айтқан билетші баланың да даусы естілді. Әуелде зәулім ғимаратқа таңырқай қарап қалған Гүлмира абитуриенттерге керек маңды тез-ақ тапты. Бірін әкесі, енді бірін шешесі жетелеп алған ашық ауыздар оқу орны алдындағы тақта алдында топырлап жүр. Қысылысып жүріп, өзіне керектісін біліп алған қыз, енді уақытша тұратын жердің қамын ойластыра бастаған. Қой, 4-5 күн бар екен, жетім бұрыштан бірдеңе табайық, деп қызының алдына түсіп жүре жөнелген сары қарын әйелдің соңынан бұл да қалмай автобусқа мінген. Бұрқырап жүріп, орындыққа жайғасып алған әйел,
Әкел бері деп қызының қолындағы үлкен сөмкені қос тізесіне қонжитты. Осыдан кейін ашулы көзбен айналасын бір шолып шыққан. Адасқан қозыдай қара тартып тұрған бұны да бастан аяқ бір қарап ернін сылп еткізді. Сосын көзін жұмды. Шаршаған шығар, үлкен кісі ғой деп іштей бір түйіп алған Гүлмираның көзі сары қарын әйелдің қызының шашына түсіп кеткен. Келте шашты қара құстан екіге бөліп рәзіңкемен түйіп қойыпты. Гүлмира күліп жіберді. 4 әлде 5-ші сынып оқып жүргенде бұның да шашы осындай еді. Сұйық бұрымын қиып, осылай рәзіңке тағып класқа кіргенде-ақ ұлдар ду күліп, сотқар Саят басында 2 ешкінің құйрығын жапсырып алыпсың ғой, деп қысқа шашын тартқылап жылатқан. Еркін сол кезде Саятпен төбелесіп қалып еді. Иін тірескен жолаушыны майдай шайқаған автобус бір тұсқа келгенде әлгі әйел орнынан қозғалды. Тұра бере бұған алара бір қараған. Шала ұйқыдан көзінің ағы қызарып, қабағы домбығып кетіпті. Гүлмира әзер дегенде автобустан түсіп, шеше мен қыздың соңына ілесіп, жолдың арғы бетіне өтті. Темір тақтаға жыпырлай жапсырылған орысша, қазақша хабарландыруларды қарап жүріп, жаңағы әйелден көз жасып қалды. Үріккен еліктей бір тұста состиып тұрған қызға басына орамал таққан, түрі қазаққа келмейтін әйел өзі жақындаған. Амансың ба қызым? Сәлеметсіз бе? Пәтер керек пе? Иә, бір жарты айға шығар. Жүр айналайын, 3-ші квартирант жетпей тұр. 2 қыз тауып алып қойғанмын. Ақшасын көпсініп бөлісетін адам табыңыз дейді. Айналайындар, өз қызымдай көремін сендерді. Қанша? Ой, алаңдама, түк емес. Ауылдан келгендерді білеміз ғой. Аузы-аузына жұқпаған әйел бұны дедектетіп отырып, оқшау тұрған 2 қызын жанына алып келді. Міне қыздар, құрбыларыңда келдім. Жүріңдер. 2 қыздың бірі қалалықтарша киінген екен. Тар джинсы, тоқ бүксесін бұлтитып, ұзын сирақтарын сұлу етіп тұр. Екіншісі өзі сынды ауылдың сары аузы екенін бірден байқауға болады. Назира. Джинсалы қыз бұған қолын созды. Гүлмира. Әсел. Гүлмира. Қол алып қысқа танысқан қыздар әлгі әйелдің соңынан ілесті. Әйелдің аузы жол бойы тыным таппаған. Өзінің есімі Надира екенін, күрт екенін, қазақтардың жақсылығын көп көргенін, енді сол жақсылықты қайтарғысы келетін айтып, біраз сыршашпа мінез көрсетті. Гүлмира мен Әселдің кексе қатынға жаны ашып ұйып қалған еді. Тек Назира ғана мырс етті. Мұны байқап қалған Гүлмира оның бұл қылығын жақтырмай қабақ шытқан. Аула кең екен. Қақпадан ішке кіргенде оң қапталда келісті үй тұр. Сол жақта шағын сырты сұрықсыз кілет. Әйел бұларды сол күркеге қарай бастаған. Есігін шалқасынан ашып, босағадағы түймені басып шам жақты. Міне жататын жерлерің. Су далада, деді. Қыздар аласа төбелі жалқы бөлмеге шошына қарады. 2 қабырғаға тақап 2 төсек қойылыпты. Назира қожайынға қарады. Мына жерге 3-ші төсек сыймайды ғой. Күрт әйел бәйек боп жүр. Арзанға жақсы пәтер кім берсін сендерге айналайындар. Анда раскладышке бар, соны алыңдар. Сыйып кетеді, ал енді ақшаларыңды бере қойыңдар. Бір-біріне қарасқан қыздар ақшаларын шығарып қосты да әйелдің қолына ұстатты. Айтпақшы, суды көп ағызбаңдар. Түнде итті босатып қоямын. Әжетханаға ерте шығып алыңдар. Светті көп жағатын болсаңдар ақшаларына қосамын. Күрт әйел лезде өзгеріп шыға келген. Бұларға жақтырмай бір қарады да есіктен шығып кетті. Назира мырс ете қалған. Аңқиып қалған Гүлмира мен Әселге бұрылып, таңғалмай-ақ қойыңдар, бұлардың бәрі сондай. Ақшаңды алып алған соң адам құрлы көрмейді. Былтыр тұрған пәтердің иесі вообще ужас болатын. Әйелі жұмысқа кетсе бізді аңдайтын. Ақыры бір қызды зорлап тыңды. Гүлмира шошып кеткен. Немене? Айгүл деген қыз ауырып сабаққа бара алмай қалып еді. Мен 2-ші курста оқитынмын ғой. Оны айтпаппың-ау. Назира езу тартты. Айгүл бөлмеде қалған болатын. Қайтып келсек еңіреп отыр. Бөлме іші астан-кестен. Қожайын әбден ойна келген істепті. Полиция шақырдыңдар ма? Мен шақырайын дегенмін, Айгүл қарсы болды. Қыстың күні пәтер табу қиын ғой. Оның үстіне қожайын тісіңнен шығарсаң түбіне жетемін деп әбден зәресін шырыпты. Төсектің жапқышын қолмен сыпырып, тазалығын қарап жатқан Әсел қалшиып қалды. Сотқа беру керек қой. Назира басын шайқады. Айтқанға оңай, қалада кілең қасқырлар тұрады, ал ауылдың қыздары
Жалпы адамдары қой сынды жуас. Гүлмира төсектердің бірінде отырған болатын. Қазір Айгүл қайда? Назира мұнайды. Сол үйде тұрып жатқан шығар. Не? Сол үйде тұрып жатқан шығар деймін. Ол кейіннен қожайынның көңілдесі болып алды. Көктем кезінде әйелі біліп қойып, Айгүлмен жұлысқан болатын. Сөйлесіп едім, подружкам, осы еркекке қалайда тиіп аламын. Үйі, машинасы бар деп безеріп отырып алды. Содан соң мен ол пәтерден кетіп қалдым. Онысы қалай? Әсел мен Гүлмира жамырай сұрады. Солай, ауылдан келген жас қыз қасқырға айналды. Өздері айналдырды. Назира бір күрсініп алды да сыртқа беттеді. Гүлмира оның көзінің түкпірінде бір құпия жасырынып жатқанын байқады. Апелляциялық комиссия. Қалың жұрттың ортасынан әзер өткен Гүлмира ішке кірді. Дәлізбен жүріп отырып, күзетшілер көрсеткен есікке енді. Төрде стол басында жалғыз адам отыр. Сақалды кісі гүлді шыт көйлек киген, қолаң шашты сұлу қызды ішіп жей қарады. Көзі оқтаудай балтырларға қадалды. Ыңғайсызданған Гүлмира етегін сипағыштай берді. Орындықты алып, ана жерге отыр қалқам. Профессор үстелден 2 метрде жерді нұсқады. Орындыққа жайғасқаннан кейін Гүлмира өз мәселесін айта бастаған. Балым аз болып шықты. Ағай, мен жауаптарымды тексеріп едім. 4-5 бал енбей қалыпты. Соны тексерсем деп едім. Айналайын-ау, сендей қызға көмектеспесек, құрғақ қасық ұстап келмеген шығарсың. А? Гүлмира түсінбеді. Қазақ деген дана халықта құрғақ қасық ауыз жыртады деген жақсы сөз бар, қызым. Жағдайыңды жөндеп айтсаң, оқуға түсесің де кетесің. Ертең-ақ студентпін деп ауылынан сүйінші сұрайсың. Комиссия төрағасы тісін ақситты. Гүлмира оның әлдене дәметіп отырғанын түсінді. Жо ағай, менде ақша жоқ, жалғыз сүйенішім анам. Ол кісі де сізге бере қояр ақша қайдан болсын? Оқытушы қабағын шытқан. Қап, бұның жарамады, сіз бізге, біз сізге деген заман ғой бұл. Ол саусақтарымен үстелді тықылдатып біраз отырды. Гүлмираның ұнжырғасы түсіп кеткен. Егер білімім, алған балым жетіп тұрса, неге ақша беруім керек? Кімге керек сенің білімің? Ақшаң жоқ болса, ауылда қала беруім керек еді. Оқытушы да адам, нан жеу керек. Бұнда әр емтихан үшін ақы төлеу керексің. Оны білуші ме едің? Гүлмира басын шайқады. Міне солай, қалталарың тез кеткеніне қарамастан Алматыға жүгіресіңдер. Да, негізінен сен секілді қыздар оқуға түсудің басқа да жолын табады. Тым көрікті екенсің. Сүмірейіп отырған Гүлмира басын көтеріп оның бетіне қарады. Кешкісін қолың бос па? Ол тағы ақсиды. Теке сақалы шошаң ете қалған. Не дейсіз? Басы қатып отырған Гүлмира профессорға қарап еді, оның екі көзі бұның аяғына түскенін көрді. Ішіп жеп барады. Ұялып кетті. Шолақ желбірлі көйлектің етегін қанша тартқыласа да, жұп-жұмыр тізесін жапқанға келмеді. Не дейсіз? Гүлмира сұрағын қайталаған. Профессор ұйқыдан оянғандай басын жұлып алды. Мен профессор Малдыбаев деген ағаңмын, қалқатай. Оқуға түсіріп жіберу мен үшін түк емес. Атың кім өзіңнің? Гүлмира. Я, Гүлмира жан. Профессор орнынан тұрып, бұның жанына келіп иығынан қолын салды. Сені оқуға түсіру мен үшін түк емес. Тек ол қыз иығын аялай сипаған. Бүгін кешке менімен қонаққа барсаң болғаны, бірақ түн, сосын оқи бер. Гүлмира профессордың қолын қағып жіберіп, орнынан ұшып тұрған. Есікке беттеді. Оу жаным, ақымақ болма. Есікке жақындап қалған қыз бөлме ортасында тұрған профессорға жалт қарап, ұятсыз екенсіз, деді де есіктен шығып кетті. Әсел мен Назира солқылдаған Гүлмираны көпке дейін жұбата алмай әлек болды. Қойшы енді. Қыз болған соң сөз айтады да, Әсел шашынан сипады. Ол профессор маған ондай ұсыныс жасаған жоқ. Жасаса, не істерін жасаса, өксігін баса алмаған Гүлмира басын жұлып алып құрбысына қараған. Білмеймін, бірақ оқуға түсу үшін. Әсел күмілжіді. Гүлмира жылауын сап тыйған. Сенің денің дұрыс па? Сасық шалдың қойнына жатып оқымай-ақ қойдым. Үнсіз отырған Назира сөзге араласқан. Ашуланбай-ақ қой, жемтік көрген құзғындай қадалатын жалғыз сол профессор деймісің? Ол орнынан тұрды. Алайда Малдыбаев ең атақтысы. Қыздарды саяжайына апарғыш, бірақ көмегі де көп. Гүлмираның көзі атсыздай болды. Сені де апарды ма? Назира үндемей теріс бұрылып, төсегіне ет бетінен құлай кетті. Гүлмира қайта еңіреп жіберген.
Әсел мен Гүлмира біраз жерді аралады. Оқудан жолы болмаған екеудің ауылға қайтуға құлқы жоқ еді. Бір жыл шыдап қайта тапсырып көрмек. Ендігі ойлары жұмыс тауып күндерін көру. Требуется деген жазу бар, біраз кеңсеге кіріп көрді. Ақыры газеттен қарап, еден жуушы деген жарнама бойынша телефон шалды. Рас, бос орын бар екен. Міне екеуі былғарымен қапталған әдемі есіктің қарама қарсысында отыр. Хатшы қыз шығып ішке меңзеді. Қыздар кең кабинетке кіріп, есік аузында тұрып қалғанда, беті жып-жылтыр қасқа маңдайлы, жылмақа көз адам орнынан көтерілген. Қыздар, сіздермен жұмыс іздеп жүрген? Танысып қоялық, менің атым Асқар Нұртаевич. Ол көтеріліп келіп екі қызға қолын берді. Гүлмираның сүйріктей саусақтарын ұзағырақ ұстаңқырады. Көзі жылт ете қалған. Еден жуушы керек дегенді естіп келіп едік. Әсел өткірлігіне басты. Жақсы, сіздің есіміңіз кім? Әсел, сіздей қыздарды жұмысқа алмасақ, есіне адам болып жүрміз. Қане, хатшыға бара беріңіз, сіздің құжаттарыңызды қабылдап алып, реттестіре берсін. Зыпылдаған фирма бастығы Әселді қолтығынан ұстаған күйі жетелеп апарып есікті ашты да: «Зинуля, мына кісінің құжатын қабылдап алсын, кадр бөліміне айтыңызшы», деді. Сосын қайтып келіп, бұған тесірейе қарады. «Сенің атың кім?» «Гүлмира». «Гүлмира, қандай әдемі есім. Мынадай көркіңмен сен де еден жумақшысың ба?» «Енді оқуға түсе алмай қалған соң, келесі жылы тағы бағымды сынап көрмек едім». Төмен қараған Гүлмира бұрымының ұшын шиыра берген. «Түсесің, міндетті түрде түсесің». Асқар Нұртаевич бұны қолтықтан әкеліп, жұмсақ орындықтарының біріне отырғызды. «Сенің қолыңнан хатшылық келе ме?» «Жоқ, ештеңе етпейді, үйреніп аласың, түк қиындығы жоқ. Маған хатшы боласың». «Сіздің хатшыңыз бар ғой». «Кім, Зинуля ма? Тым сылбыр. Алмастырсам ба деп жүредім». «Дұрыс болды, сен маған дүйсенбі күні кел, мәселеңді шешіп қоямын». Аяқ асты жақсы жұмыс табылғанына қуанып кеткен Гүлмира: «Рахмет ағатай, рахмет» деп есікке беттеді. «Рахметті кейін айтарсың. Айлығынды сұрамайсың ба әуелі?» Асқар асықпа дегендей ишара жасады. «Қанша?» $1000. Гүлмира секіріп жібере жаздаған. Мына мейірімді жанның бетінен сүйіп алғысы келді. «Рахмет ағатай, рахмет». Әсел бұны далада тосып тұр еді. Есіктен жадырап шыққан Гүлмираға таңырқай қарап, қуанышты кейіппен: «Сені де алды ма?» деді. «Аха, ура, екеуміз бірге жұмыс істейтін болдық». Дөңгелек бетті, тәмпіш танаулы, аласа бойлы Әсел бұны қолынан ұстай алып айналып жүр. «Сен де құжат өткіздің бе?» «Жоқ, дүйсенбі кел деді, хатшы боласың» дейді. Әселдің түсі бұзылып кеткен. «Неге?» Гүлмира аңтарылып тұрып қалған. «Білмеймін. Онда мен де еден жумаймын». Дүңк ете қалған Әсел бұның алдынан түсіп, көшені бойлап жүріп кетті. Бұл кофе және тәтті салынған табағы бар подносты алып келгенде Асқар жарты сағат бұрын келген семіз кісімен әңгімелесіп отыр еді. Қонақ тым еркін. Осы жердің қожайыны іспетті. Гүл, алдағынды қоя ғой. Ыдыстарды жайғастыра бастаған бұған семіз сұхаттана қараған. «Туф, Асқаржан, әдемі хатшыларды қайдан тауып ала қоясың осы? Менің хатшым қабаған ит сияқты, жуандығы менің о жақ бұ жағым». Жұмыс қалғанда қылдырықтай секілдеді, ол қарқылдай күлді. «Мадияр аға, кешкі келісім шарттың хаттамасын осы қарындасыңыз толтырады. Тек ортақ тіл тапсақ болғаны». Асқар қулана жымиды. Мадияр қыздан көзін алмады. «Табамыз». «Конечно, тіл табамыз». Гүлмираның қысылғанын көрген Асқар: «Гүлажан, сіз бара беріңіз» деп құтқарып жіберді. Кабинеттен қашып шыққандай болған Гүлмира есікке арқасын сүйеп, жеңіл тыныстады. Көп өтпей кабинеттен Мадияр мен Асқар да шықты. «Көріскенше, Мадияр аға». Асқар қонағының қолын құрметпен қысты. Оның иығынан аса Гүлмираға қараған Мадияр: «Кешке дейін» деді. Түкке түсінбеген қыз басын изеп қоштасқанның ырымын жасады. Мадияр шығып кеткен соң Асқар бұған бұрылып, қолын ысқылады. Гүлажан, екеуміздің арқамызда акула торға түсті. Кешкісін кездесуге барып, көп ақша әкелетін құжатқа қол қоямыз». «Көп ақша». «Жарайсың, Гүлажан». Асқар джентльмендерше иіліп, бұның қолын алып сүйді. Қыз ан-тан.
Бүгінгі әсерлі әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.